Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы президенттер портреті айдарымен бірқатар көшбасшылар жайлы материалдар сериясын жариялады. Ондай материалдарды жарыққа шығаруды жалғастырып жатыр. Кезек Ресей президенті Владимир Путинге жеткен екен. Мақала маңызды мәліметтерге толы. Әрине, Ресейдің осы күнгі президенті жайлы жер бетінде әңгіме көп. Тоталитарлық режимдердің ағайыны деп жатады. Жолы ауыр адам екендеушілер де аз емес. Материалдан Путиннің өсу жолы мен қызметтегі қадамдары және осы күнгі билігі жайлы кеңінен оқып білеміз. Оның күмәнді істері жайлы және ақырының қандай болатыны бұлыңғыр екені туралы ойға батамыз. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Путин отбасы тағайындаған тақсыр деген тақырыппен басталған материалда Путиннің Ленинградтағы балалық шағы, мектептегі кезеңі және КГБ-ға бару жолы, президент болып шыға келуі, сонымен қатар істеген істерінің күмәнділігі жайлы баяндалған. 1999 жылы 18 наурызда мемлекеттік телеарнадан және кейбір шетелдік арналардан төсектегі үшеу деп аталатын деректі фильм көрсетілді. Онда бас прокурор Юрий Скуратовқа ұқсайтын адам екі бірдей жезөкшемен жыныстық қатынасқа түсіп жатқаны көрінеді. Осы оқиғадан кейін Скуратов бірден қызметінен алынып, үстінен қылмыстық іс қозғалады. Ал енді осының бәрін ұйымдастырған кім деп ойлайсыз? Әрине Путин. Бұл Путиннің федералдық қауіпсіздік қызметі басшысынан Ресей Федерациясы қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметіне көтерілген кезі болатын. Осы оқиғадан кейін Ельцин мен отбасы сол кездегі басты жауы Скуратовтың желкесін үзген Путинді түпкілікті мұрагер деп таныған деседі. Ал енді отбасы деген кімдер? Оның құрамына кімдер кірді? Жағдайға байланысты әр жылдары отбасы мүшелері ауысып тұрды. Негізінен олар Борис Ельциннің өзі, екі қызы Елена мен Татьянаның күйеуі Валентин Юмашев, олигархтар Борис Березовский мен Роман Абрамович. Бұлардан бөлек әр жылдары отбасы құрамында Ельциннің оққағары Александр Коржаков, премьер-министрі Виктор Черномырдин, қорғаныс министрі Павел Грачев, қауіпсіздік қызметінің бастығы Михаил Барсуков, Мәскеу мэрі Юрий Лужков және Ельциннің теннистен жаттықтырушысы Шамиль Тарпишев болғаны жайлы дерек бар. Президент Борис Ельцин отбасымен ақылдаса келе 1999 жылы 31 желтоқсан күні жаңа жылға санаулы минуттар қалғанда биліктен кететінін және орнына аз уақытта премьер-министр болып үлгерген Владимир Путинді президенттің міндетін атқарушы етіп қалдыратынын айтып, оны мұрагерім деп мәлімдеді. Ал кейін уақыт өте келе Путинді президент жасауға ықпал еткен отбасы мүшелерінің кейбірі жұмбақ жағдайда өлді, енді бірі саясат сахнасынан мүлдем кетті, тағы бірқатарының тағдыры не болғаны мүлдем белгісіз. Олай болатын себебі Путиннің оларды ешқашан ұмытпайтыны және жақтырмайтыны екі бастан белгілі еді. 2000 жылы наурызда өткен президент сайлауында Путин 52,94% дауыс жинап президент болып сайланды. Путин сайланған жылы жазда Басаев пен Хаттаб Дағыстанға басып кірді. Сол жылы күзде 4-16 қыркүйек аралығында Дағыстанның Буйнакск қаласында, Мәскеуде және Волгодонск қаласында бірнеше жарылыс болды. Теракты салдарынан 307 адам қаза тауып, 1700-ден астамы жараланды. Бұл Шешенстанға екінші соғысты жариялауға таптырмас сылтау еді. Бірқатар зерттеушілер мен журналистер осы терактілерді Шешеннің дала командирлері ұйымдастырғанына сенбейді. Олардың пайымдауынша бұл Путинді билікке әкелу үшін федералдық қауіпсіздік қызметі немесе осы тектес басқа фактор ұйымдастырған іс. Сондай-ақ бұл пайымды құптайтындар биыл Красногорск қаласындағы Крокус Сити Холл орталығында болған терактіні де мысал етеді. 2000-2008 жылдардағы президенттік мерзімінде Владимир Путин халық алдындағы беделін көтеруге қатты күш салды. Терактілердің жиілегенінде осы жылдармен тұспа-тұс келетіні қайран қалдырады. Терактілердің ең ірілері 2002 және 2004 жылдары болды. 2002 жылы Мәскеудің орталығындағы Дубровкада террористер театр ғимаратын басып алды. Кепілдерді босату кезінде арнайы
улы газ қолданылды. Газдан және атыстан 117 бейбіт тұрғын қаза тапты. 2004 жылы 1 қыркүйекте Солтүстік Осетиядағы Беслан қаласында 30-дан астам лаңкес мектепті басып алып 1300-ге жуық адамды кепілге алды. Бұлардың көпшілігі балалар еді. Кепілге алынғандар 2 тәулік бойы миналанған мектептен нәр татпай отырды. 3-ші күні кепілдерді босату операциясы басталғанда кепілдерді ұстап отырған спорт залда 2 бомба жарылды. Оқиға салдарынан 330 адам қаза тапты, оның 172-сі балалар. Ұзын ырғасы 24 жылда Путин президенттікке 5 мәрте қайта сайланды. 5-ші инаугурация биыл 7 мамырда өтті. Ал соның алдында ғана 22 наурызда Красногорскідегі Крокус Сити холлда теракт болып 145 адам қаза тапты, 551 адам жарланды. Қаза тапқандардың 6-ы бала. Кез келген авторитарлық, диктаторлық режим саяси қарсыластарға шыдамайды. Оларды не қастандықпен өлтіреді, не ұзақ мерзімге түрмеге жабады. Ресейде қалыптасқан жүйеде бұдан алшақ емес. 2006 жылы қарашада КГБ-ның бұрынғы офицері Александр Литвиненко Лондон ауруханасында көз жұмды. Оны Полоний 210 деп аталатын аса сирек умен улаған. Британ соты Литвиненко ФСБ-ның арнайы операциясынан өлді деген тоқтамға келді. 2013 жылы 23 наурызда олигарх Борис Березовский Лондондағы өз үйінде жұмбақ жағдайда өлді. Ресми тергеу суицид жасады деді, бірақ бұл версияға ешкім сенген жоқ. 2015 жылы 27 ақпан күні Кремльдің дәл іргесінде саясаткер Путиннің бітіспес саяси қарсыласы Борис Немцовты ашықтан ашық атып өлтірді. Немцовтың жақтастары бұл қылмысты Путин жасатты деп есептейді. Биыл 16 ақпанда Путиннің тағы бір қарсыласы, оппозиционер Алексей Навальный полярный волк ерекше режимдегі колониясында белгісіз жағдайда көз жұмды. Бұл бертінде болған қоғамға белгілі жағдайлар ғана. Бұдан басқа да жұмбақ өлімдер мен қастандықтар аз емес. Ресей мен Украина арасындағы 2014 жылдан басталған қырғи қабақ қақтығыстар 2022 жылдың басында шегіне жетіп, 2022 жылы 24 ақпанда Ресей әскері Украина жеріне басып кірді. Біріккен ұлттар ұйымының есебіне қарасақ, 2024 жылдың 6 қыркүйегіне дейін соғыс салдарынан 11.743 бейбіт тұрғын қаза тауып, 24.614 адам жарланған. Ал қиян кескі ұрыста Ресей мен Украина жағынан оққа ұшқан әскерилердің санында есеп жоқ. The Wall Street Journal басылымының жазуынша, Ресей мен Украина арасында соғыс басталғалы бергі 2,5 жылда қаза тапқандар мен жарланғандардың саны миллионнан асыпты. Басылымның дерегіне қарағанда, бұл соғыста Ресей тарапынан 200 мың жауынгер өліп, 400 мыңға жуығы жарланған, ал Украинаның 80 мың әскері шейіт болып, 400 мыңға жуығы жарақат алған. Ерте ме, кеш пе соғыс бәрібір тоқтайтыны анық. Кімнің жеңгеніне, кімнің жеңілгеніне қарамастан. Тарихта талай-талай соғыс құмар диктаторлар өткен, солардың бәрінің де тағдыры бір болды. Өткен ғасырдағы Сталин, Гитлер, Муссолини, бердегі Пол Пот, Аугусто Пиночет, Саддам Хусейн, тағы басқа билеп төстеушілердің тағдыры қалай аяқталғаны бәрімізге белгілі. Тағдырдың жазуынан ешқандай әскер, ешқандай жер асты бункері құтқара алмайтынын бүгінгі диктаторларда түсінбейтін сыңайлы. Түсінетінде шығар бәлкім, бірақ мойындағысы келмейді. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.